Мақтаарал ауданы Конституция күнін жоғары дәрежеде тойлады. 1995 жылдың 30 тамызы Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданып, ел тарихында алтын әріппен жазылған күн 28 рет атап өтілуде. Мерекелік кеште ата заңымыз Конституция кітабы төрге шығарылып, әнұранымыз шырқалды. Аудан әкімі аппаратының басшысы Нұржан Атаққұлов құттықтау сөзге шығып, аудан әкімі Бақыт Асановтың ыстық лебізін жеткізді. Құрметті мақтааралдықтар, қадірменді жерлестер. Кез келген мемлекеттің елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат Конституция екені даусыз. Онда мемлекеттің барлық құрылымдарының, жеке азаматтардың, ұлт пен ұлыстардың, әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі. 1995 жылдың 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылданып, ел тарихында алтын әріппен жазылған күнді бүгін 28-ші рет мерекелеудеміз. Қазақстанның әрбір азаматы еліміздің негізгі заңның асқақ рухы мен маңызын, Конституцияның қалыптасу тарихын жақсы білу керек. Конституцияны құрметтеу және сақтау арқылы, және оның тарихи мен маңызын білуімізбен ғана біз өз елімізді, отанымызды, тарихымызды, құндылықтарымызды құрметтейміз. Және еліміздің дамуына, қоғамдық келісімге, бейбітшілік пен тыныштыққа қол жеткізе аламыз. Міне 30 тамыз Конституция күнін мерекелеудің маңыздылығы осында. Құрметті жерлестер, біздің барлық жетістіктеріміз халқымызды ұйыстырған Конституциямыздың арқасы деп білемін. Сондықтан ата заңымыздың 28 жылдық мерекесі аясында сіздер зор денсаулық, қажымас қайрат, бітпес бақ-дәулет тілеймін. Еліміз, елдігіміз мәңгі өшпесін. Сондай-ақ іс-шара барысында аппарат басшысы заңның нормаларының сақталуына белсенді атсалысып жүрген бір топ әртүрлі саланың қызметкерлерін аудан әкімінің алғыс хатымен марапаттады. Сонымен қатар мерекелік шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Айта кетейік, 2022 жылдың 5 маусымында еліміздің бүкіл халықтық референдум өтіп, ата заңымыз Конституцияның 1/3 бөлігіне өзгерістер енді. Осылайша халқымыз жаңа Қазақстанның құруға жаңа қадам басты. Аллаберген Құлша, Дінмұхамед Аязбеков, Гүлмира Саржанова, ақпарат Мақтаарал ауданынан.